Кеш жарық қымбатты көрермендер, мен бүгін ауыз ашарға жеңіл бір тамақ жасайын деп жатырмын. Сіздерге де қажет болып қалар. Алдыменен пиязын турайын, етін турап қойдым. Алдымен пиязды қуырып алайын деп тұрмын. Дәмді болу үшін. Пиязын салып, кішкене аз қарағанша қуырып алайын деп тұрмын. Келесі кезекте міне етімізді салдым. Енді тұз саламыз. Татығанша тұз. Картоптың үлкендігін осылай турап жатырмын. Міне енді келесі кезекте сәбізін турайын деп жатырмын. Оны да 4 бұрыш қып. Міне қуырғанда аз ғана қасықтың ұшымен ғана чай қасықтың күркоба қосып жатырмын. Қазір бәрін анау пайдалы, мынау пайдалы деп қазір пайдалыға шықты ғой, Құдайға шүкір. Сол пайдасы болады деп қосып жатырмын ғой. Өзімнің мынандай кептірілген шөптерім бар екен. Соларды қосып жатырмын. Азғантай ғана кептірілген бұл дүкендікі. Пияз қапты, көк пияз. Су құямын енді. Су құйып қайнатамын. Бір қайнағанда күріш саламын. Енді тауықтың еті шапшам піседі ғой. Шағын адам болғанда осындай жеңіл тамақтар жасасаңыздар ауыз ашарға. Қайнағанын күтеміз. Міне қазір енді күрішімді салайын деп жатырмын. Міне мынандайлық күріш, бір шыны
бір елдей толмаған. Оның артынан сәбізді саламын. Міне ең соңғы кезекте картошкасын салып жатырмын. Үлкен бір тау картошка. Менің ауызашарға дайындаған тамағым дайын болды. Сіздер де осылай етіп, ауызашарға өздеріңізге жасасаңыздар болады. Пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Әрқайсыларыңыздың пікірлеріңіз мен үшін маңызды. Менің каналыма қосылып жатқан көрермендерге, тіркелушілерге Алла разы болсын. Тілеген тілеулеріне жетсін. Оразамыз қабыл болсын. Аман сау болыңыздар.